Бейімбет Жармағанбетұлы Майлиннің Шуаның белгісі шығармасы қазақ повесінің көш басшысы. Шығармаға бірін-бірі қалтқысы сүйген жастардың махаббат бостандығы, 20 жылдардағы әдебиетіміздегі дәстүрлі тақырыптың бірі әйел теңсіздігі арқау болған. Повест алғаш 1914-15 жылдары жазылып, Садақ қолжазба журналының 3 санында жарияланған. Шығарманың бас кейіпкері Шоға Есімбек байдың қызы. Шоға сауатты, көз ашық, сұлу қыз. Оған Әбдірахман деген кедейден шыққан мұғалім жігіт ғашық болады. Екі жас сөз байласады. Елдегі Айнабай деген біреу Әбдірахманға жала жауып, түрмеге жаптырады. Шоға құсадан айықпас дертке шалдыған. Қызының ауруы асқынған соң Есімбек Әбдірахманды түрмеден босаттырады. Алайда махаббат дертінен үш құса боп Шоға қайтыс болады. Әбдірахман түрмеден оралғанда Шоғаның қазасының үстінен түсіп, аяулы Шоғасының ақтық хатын оқып күйзеледі. Шығармада ескі әдет ғұрыптың қыспағына ұшыраған Шоға мен Әбдірахманның трагедиялық халі суреттелген. Қаламгер жастардың өміріне зиян тигізіп жатқан ескілікке қарсылық идеясын ұстанады. Адал махаббаттан саған ақ жарқын жастардың қиянатқа ұшырап, қор болмауын тілейді, кіршіксіз адал махаббатты дәріптейді.